Міне мынау дәл қазіргі рухсыздану өрісі. Биліктегі қазақтардың жарымынан көбісі ұлтын, тілін менсінбейтін мәңгүрттерден құралған. Енді олардан ұлтты қорғау бәрімізге ұларман. Үш тұғырлы тіл қоғамға тосын әрі қасаңдау. Мемлекеттік тілге зорлап екі тілді қосарлау, нәрестеге бірден үш тіл үйретпек боп шошаңдау, оның ана тілге деген махаббатын асарлау. Және педагогтық оғаш қателіктен қашалмау. Жапондарда әр жас буын 12-ге келгенше ана тілде тәлім алар, ана рухы жеңгенше. Сонан кейін тіпті 100 тіл меңгерсең де өз еркің. Қашан туар екен бізге ана парқын сезер күн. Кей мәңгүрттер ұлтты жою үшін жанын салуда. Кім кедергі біз олардың табиғатын тануға? Ұлтсыздану бағаланып мүлде жаңа табысқа, билік қазақ халқын түгел айландырмақ орысқа. Американдық ұлтты ендірсе көнбіс қазақ жеріне, кей беделді топ оларды шығарады төріне. Бүгін жалғыз ислам діні шуақшашса еліңде, қазір 4000 дін бөлшегі ие болды сенімге. Ұлтты жояр бұл екістің сәулелені бастары, жұрт ерлік пен сатқындықты шатастыра бастады. Мәңгүрттіктен бақыт тапты ұлтсыз, рухсыз көп құлдар. Ұлтын, тілін сүймегеннің барлығы да сатқындар. Жауқазын топ мәңгүрттермен бірге екенін ұқтырып, ұлттан қашқан басшыларға қол соғып жүр тік тұрып. Олар тағы өр намысты халқымыздың сорына, рухсыздықты жеңіс санап, жалау ұстап қолына, ой айнытар мадақ сөзді үстінде төкпелеп, шаттанады бас жетігін тілмен, мұртпен шөткелеп. Ұят өлген қанша мың жас кеті солай пенде боп, мұндай жылдан мәңгүрттену бізден басқа елде жоқ.